Достар, бізге индрайвер осындай қорапшадағы бір кішігірім сыйлық жіберген екен. Сол сыйлықты ашпастан бұрын осындай хат бар екен. Бірінші хатты оқып жіберейік. Құрметті де, қадірменді де, аса мәртебелі, сүйкімді де, сондай пухленький алмас дейді. Межгород Toyota 70-ка айдайтын кісіге звондап отыр. Алло. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Объявлениемен звондап отырмын. Жетпіс па? Аха, жетпіс. Заказ қабылдайсыздар ма? Я қолдаймыз. Қандай? Құдалыққа бару керек, сол кішкене пантовать етіп, 70 айдайды деп ойлап тұр. Түсіндім. Қай жерге? Енді қазақ деген мақтанып тұрады ғой. Астана қаласы ғой? Иә, дұрыс қой. Қояндыға ғой? Қояндыға. Неше сағатқа? Неше сағатқа онда бір 10 сағат шығар примерно. Қанша? 10 сағаттай. Ой, 10 сағат. Так. Кемінде 40 мың болады. 40 ой. Ойын нормально, проблема емес. Просто мынандай болып тұр дашы. Біз Қояндыға бір жаңа құдалардың алдына кірейін деп жатқанда, сен машинадан. Шығайын деп едім. Алло. Сен машина шығайын деп едім. Алло. Алло. Слышно? Я енді естіледі. Немене бөле тартпай отыр? Сенікі нашар отыр связің. Жоқ, мен нашар. Бұлай ғой анау, құдалардың үйіне жете берген кезде сіз бір 500 метрден ба түсіп қалуыңыз керек қой біз машинадан. Жарайды. Түсіп қаласыз ба? Я түсіп қалып кішкене пантовать етіп, бүйтіп кіріп, соң күте тұрасыз ба сіз сыртта сол көшеде? Әлде келесіз ба машина жаққа сосын? Жарайды. Қаяқта күте тұрасыз, көшеде тұра бересіз ба, алысырақ жерде? Жоқ, мен шығам, примерно 500 метрден. Сосын өзің кіре бересіз. Сосын айтады. Я, мен бүйтіп мақтанып келем қойшы. Я, сіз бір 15 минуттан ба сәл келесіз да, келесіз маған қарайшы. Сен басеке, несі машинаңыз, мен жаңа кешіп қалып едім, қазір таксимен келдім, артыңыздан әрең келдім деп ентігіп тұру керексің деп кішкене мен андай мықты жерде жұмыс істеймін деп айтып қойғам ғой менше. Жарайды. Я бүйтіп ентігесіз деп, басеке мен келдім, осындай не ғой, машинаңыз қаяқта жуып қойайын деп едім деп айтсам, ол ақшасын уайымдама, ақшасын берем ғой, артығырақ төлеймін, 50 мың берейін, ол проблема емес. Просто мен андай дәрежемді көтеріп не болу керексің да. Жарайды, түсіндім. Сөйтіп істей аласың ба? Анау деп бүйтіп, сол мен ана гүлбит етем, мен саған, қақта жүрсің, анау мынау, не істеймін, мен саған құрдан болса айлық төлеп отырмын ба депші. Түсіндім. Бола ма, үйтіп ұрсам, мен анжат ұрып жіберіп жүрмін мен, ұят болып жүрміз. Етеміз. Ақша төлейсіз ғой? Қанша төлейін? По идее, біз Қояндыға отдельный плата ғой шығуыңызға. Бұл за город считается. Енді сағат примерно егер 9-дан астам болса, 45 плюс выезд примерно общий 50 болады. Нормально ма? Жоқ, нормально. Бірақ андай мен сөйтіп не болып тұрғанда, главное шыдасам болды, кейде мен құйрығынан бір теуіп жіберуім де мүмкін, тип андай өзімді көрсету керек болып тұр ғой құдаларға ше. Жоқ, қолмен болмайды, конечно. Жоқ, қолмен ұрмаймын ғой, аяқпен тебемін ғой құйрығымнан. Жоқ, сондай болмайды ана. Жоқ, ол 60-ын берейін, брат, 10 мың теңгеге шыдап берші, брат, хотя бы кішкене өзім авторитетін көтерейін деп. Если будете сами ругать, без проблем. Жоқ, қолмен ұрмаймын, құйрығына бір тебем, бір ет, типа, басеке болды, кешіп қалдым деп кішкене айтсаңыз болды. Ол 60-ын болса 60-ын төлейін. Жарайды, давайте, когда это будет? Бір апта, где-то 5 күн ғой. 5 күннен кейін ғой. Какое число примерно? 5 ғой, 5 апрель. 5 апрель? Аха. Не было? Давайте. Сосын, брат, ана бір қой бар да, қой бас аламыз ба? Жоқ, багажник бар? Иә. Болады. Бола ма? Бірақ, просто екі қой, алдына салонға бір қой сыймай ма, тағы екі қой салсақ? Жоқ, тірі ма болады или что? Тірі ма дейсің ба? Қалай болады екен? Тірімді өлтіріп апармаймыз, енді тірі де апару керек болып тұр ғой, құдаларға өлген қой деп апарсақ. Салонға. Жоқ, ақшасын төлеймін ғой, брат, просто. Жоқ. Никак ба, салафанға орап сыртын. Жоқ. Только артына ғана я салуға. Только багажникке салуға. Сосын анау қойға бір дұрыс тамақ бермеген ба ше, ана іші өтіп жатыр ана қойдың ше. Салонды былғамайды шығар енді, бір нәрсе не қыламыз ғой, іші өтіп жатыр ана қойдың. Жоқ, мен
түсініп жатырмын сіздің жағдайыңды, бірақ болмайды ішінде. Сосын мен химчистканы жасаймын по-любому. Брат, ол төлеймін ғой, химчисткан қанша бір ары кетсе бір 10-20 мың шығар. Просто 2 қой салу керек болып, нормально төлеймін ақшаңды. 70 мың теңге. Багажник үлкен ғой, 2 қой сияды. Сия ма? Ол іштері өтіп жатыр қойдың, тышса ештеңе болмайды шығар артына. Жоқ, ештеңе болмайды. Багажникке 2 сияды. Екеуі сия ма? Иә. Сосын, брат, жаңағыдай болады ғой, келесің сөйтіп Басеке деп, енді қойларды, брат, жаңа мына қой өзімнің немнен косягым үшін деп артында қойларды өзің бүйтіп сразу шығарып ана жерде өзің көрсетіп қалу керексің ғой. Базар жоқ, мықты екен мына жігіт депші. Анау баймын деп жаңа құдалар қызымызды алып қашып кеткен ғой. Соны типа біз ойбай баймыз деп айтып алдық та, енді деген не машина таппаймыз, әрең дегенде қойды қарызға алып соны апаратырық қой, типа водителім бар деп мақтанғанбыз ғой, бекер мақтандық қазақбайшылыққа салып. Можно, давайте. Иә, енді қыз жақсы жерге барды да, просто өзімізде олар сияқты бай болып рөлді ойнайын дегенбіз ғой енді. Давайте. Иә. Қой соя аласың ба сен? Өже қойын соя алмаймын. Вообще соя алатын балалар жоқ па қасында? Ілестіріп кетсек? Так, соя алатын балалар. Бар ма? Жоқ, осындай жоқ ағамында. Қойшы, қой соятындар жоқ па? Жоқ, мен өзім соям, бірақ мен уже примерно 5 жыл соя аламын. Примерно соя аласың ба? Примерно соя аламын деп, неаккуратно бір негізі. Мейлі неаккуратно болса да айтамыз ғой, осындай жаңадан үйреніп жүрген бала енді деп. Өте күлкілі болып отыр ғой. Сізде бала жоқ па қандай соятын? Ой, енді ана жаққа барып, менен мақтанбаймын ба? Өзім водителім сояды, мен жерде құда басымен барып, қасында тағы ағам бар, екеуміз мал сойып атсақ біртүрлі емес пе? Анау ішеді ол анау. Ол білесің ғой, құдалыққа барған жақсы көтеретін адамды апармасаң қиын ғой. Өзің ішесің ба? Жоқ. Болмаса ауысыңдар, анау мал сойсын, сен не қыласың ба онда? Құдаларға кіргізіп жіберек, құда бас құда деп айта саламыз болмаса сен. Что-то вообще какой-то прикол болып отыр ғой, примерно. Прикол несі, айналайын-ау, ойбай, сен мына номеріңді әрең таптық, 70 керек. Қызымыз звондап 70-пен келіңіздер, 70-пен деп үйін бәрі отбасымен 70 ай дейді екен. Номерің қандай, жақсы ма, бірақ крутой номер ма сен? Жоқ, обычный номер. Обычный ма? 30 Нұр 01 деген табуға бола ма? Жоқ, осындай вообще болмайды. Ондай болмай ма? Ақшасынан қорқпай егерді уайымдап тұрсаң. Жоқ, ол ақша проблема емес, мен түсініп отырмын сіздің заказдарыңыз. Бірақ что-то қаншама проблема шығып жатыр, анау қой соямын. Брат, 1 апрель ғой, брат, ренжіме. Брат, қой соям, жұмысың ауырлап кетті ма? Жоқ. Қой соям дейсің ба? Я сижу, думаю, блядь, 1 апреля. Слишком смешно получается, что 001 нур. Базар жоқ. Ренжіме, бауырым. Не ғой? Нормально. Реніш жоқ болса болды. Көңіл көтеріңіз ғой. Рахмет. Есім кім болады? Наил. Наил, мен Руслан болады, мен блогер болам. Все, болыпты онда досым, реніш жоқ болса аман бол. Жоқ.